Бұрын заманда қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты. Кедейліктен шықпапты. Ол ау салып балық ұстап күн көріпті. Жел соқса шал домалай жөнеледі екен. Содан оған жұрт қаңбақ шал деп ат қойыпты. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін түлкі әлімжеттік етіп тартып жей береді екен. Түлкінің қорлығына шыдай алмай шал бір күні басқа жерге көшемін деп дүние мүлкін арқалап жолға шығыпты. Шаршаған соң оны бір жерге көміп кетіпті. Бір жерге елдің сойған малынан жинап алған ішек қарнын көміп кетіпті. Ал бір жерге қарнындағы айранын көміп кетіпті. Жүктің салмағымен қаңбақ шал ұшып кетпей келген екен. Жүктен арылған соң желмен ұшып бір жерге түсіпті. Қараса бір дәу екі тауды бір-біріне шақпақ қылып ұрып тұр екен. Дәу: «Қайда бара жатқан шалсың? Кел, екеуміз күш сынасайық», деп қазандай бір қара тасты көтеріп аспанға лақтырып жібереді де қайта қағып алып: «Ал шал, сен де осылай қақпашы етші», дейді. Шал сасқалақтап қайтерін білмей тасты құшақтап аспанға бір тасқа бір қарап күнімен тұрады. Сонда дәу: «Неге тұрсың? Лақтыр», дейді. Шал тұрып: «Аспанға лақтырсам аспан айналып жерге түседі-ау», деп. «Жерге қақпай түсірсем жер ортасына ойылып түссе ме деп қауіп қылып тұрмын», дейді. Сонда дәу келіп шалдың қолынан ұстай алады да: «Ақсақал, лақтырмай-ақ қой, текке қырыламыз», деп жалынып қойғызады. Дәудің ақылы таяздығын біліп шал ерленіп оған: «Кел, жердің ішек қарнын шығарайық», дейді. Дәу жүгіріп келіп жерді теуіп қалады. Жер тізеден ойлады, ештеңе шықпайды. Шал өзі бұрын көміп қойған қан-жыны арылмаған ішек қарнын жатқан жерді жүгіріп барып теуіп қалса ішек қарын шыға келеді. Дәу жаман қорқады. Сосын шал: «Кел енді жердің мен шығарайық», дейді. Дәу пәрменмен келіп жерді теуіп қалады. Жер тағы да тізеден ойылып қалады. Ештеңе шықпайды. Шал манадағы айранның көміп кеткен жерді жүгіріп барып теуіп қалса, бырқ етіп айран шыға келеді. Дәу одан бетер қорқады. Мына шал не деген орасан күшті, деп шалдың айтқанын істей береді. Ақыры шал одан қалай құтыларын білмей: «Енді қайт, ертең бізге қонаққа кел», дейді. Дәу: «Жарайды», деп кетіп қалады. Шал үйіне келіп кемпіріне: «Ертең дәуді қонаққа келеді» дегенде: «Ойбай, немізді береміз», деп сасады кемпір. Шал тұрып: «Ертең дәу келгенде мен есіктің алдында отырамын. Сонда сен маған көзінше не істеймін, шал, деп маған қара. Мен не десем соны істемекші болып пышақты алып тұра ұмтыл», деп кемпіріне үйретіп қояды. Ертеңіне үш дәу келіп досының үйіне отырады. Сол кезде кемпір отырып: «Шал үйдегі қонақтарға нені асамын, түк жоқ», депті. Сонда шал тұрып: «Басқа дәудің басын ас, ортаншы дәудің төсін ас, ол жетпесе досым дәудің өзін ас», дегенде кемпір пышағын алып тұра ұмтылады. Үш дәу тым-тырақай қаша жөнеледі. Досы лашық үйін басымен көтеріп алып кетеді. Шал айқайлап: «Әй досым, лашығымды тастап кет, қайда барсың да құтылмайсың». Дәу лашықты тастай сала қашып бара жатса, баяғы әлімжеттік етіп
балығын тартып жей беретін түлкі жолғады. «Тақсыр, қайдан қашып келесің?» дейді түлкі. «Бір пәле шалдың қырсығынан құтыла алмай қашып келемін» дейді дәулер. Түлкі: «Сол қаңбақ шалдан қорқып жүрсіңдер ме? Менімен жүріңдер, мен сендердің өштеріңді алып беремін» деп дәулерді ертіп шалды іздеп қайта келсе, шал лашықтың жанында тұр екен. Түлкінің ертіп келе жатқанын көріп, ол айқай салады: «Ей түлкі-ау, арғы атаңның 6 атамның құны бар, бергі атамда 5 атамның құны бар, өзіңде бітіспейтін кегім бар еді, 3 дәуді сол үшін бергелі келе жатсың ғой, бәрібір онымен бітпеймін» деп дауыстайды. Сонда дәу қорқып, бұл бізді сол аталарының құнына беруге алдап алып келе жатыр екен ғой деп ойлап, түлкіні құйрығынан алып жерге бір ұрып өлтіріп, алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп қаңбақ шал дәулер мен түлкіден осылай құтылған екен дейді.